Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен сот орындаушының жасайтын мәжбүрлеу әрекеттерінің бірі банк карталарына тиым қою, немесе біз қарапайым халық арасында банк карталарыма, банк шоттарыма арест қойылды деп айтып жатамыз, иә? Сол аресті қалай қойылады, оның қойылу негіздемелеріне нелер жатады, және де тек қана жеке сот орындаушы тарапынан банк шоттарына арест қойылмайды, басқа да банк негіздемелер бойынша қойылуы мүмкін. Ол негіздемелерге нелер жатады, сол бойынша сіздерге толыққанды ақпарат беріп өтемін. Және де бізде кей банк шоттары бар, оларға мүлдем арест қоюға болмайды. Ол қандай шоттар, қандай төлемдер екенін осы видеода толық ақпарат аласыздар. Жалпы ең бірінші арест дегеніміз не? Соған тоқталайық, иә? Арест бұл мәжбүрлеу шарасы болып табылады. Яғни азамат, жеке тұлға тарапы немесе заңды тұлға болсын, белгілі бір заңда көрсетілген іс-әрекеттерді жасамаса, құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда, міндеттемені орындамаған жағдайда, яғни ол борышкер атанған жағдайда және борышкер болып мүлкіне міндеттемені дұрыс атқармау негізінде оның шоттарына біздің мысалда тиым салу арқылы шектеу қоюды біз арест деп атаймыз. Арест қандай жағдайда қойылады, иә? Арест ол егер жеке тұлға немесе заңды тұлғада қарыздар болған жағдайда, алимент болған жағдайда, өтелмеген мемлекетке өтелмеген салық немесе басқа да міндеттемелер болған жағдайда міндетті түрде банк шоттарына арест қойылады. Жалпы Қазақстан Республикасында банк шоттарына арест қоюдың екі тәсілі бар және екі негіздемесі бар. Бірінші ол екінші деңгейлі банк шешімі негізінде банк шоттарына арест қойылу, екінші нотариустың немесе соттың шығарған атқару парағы негізінде сот орындаушысының қаулысы негізінде қойылатын арест деп бөліп қарастырамыз. Енді осы екеуінің айырмашылығын мысалдармен сіздерге түсіндіріп беріп өтейін. Бірінші, екінші деңгейлі банктің шешімімен арест қашан қойылады? Мысал үшін, егер жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, банктен несие шартын рәсімдесе, яғни несие алған жағдайда, несиені ай сайынғы төлем уақыты болады, иә? Мысалы үшін, ай сайынғы төлем уақытында уақытылы төлемеген жағдайда, мысалы үшін 10 апрель күні сіздің ай сайынғы несие шарты бойынша қарызыңызды төлеу күніңіз болса, сол 10 апрель күні сіз белгілі бір жағдайларға байланысты төлей алмай қалсаңыз, банк 3 күн сіздерге уақыт береді. 3 күн ішінде де сіз ай сайынғы төлемді төлемеген жағдайда сол банк, яғни несие шартын қай банкпен рәсімдедіңіз? Каспий банк па, Форте банк па, Жусан ба, Банк Центр Кредит па, иә? Сол банк бірінші банк ішіндегі банк карталарымен жасалатын операцияларға арест қояды. Яғни сіз Фортеде ешқандай банк аударымдар жасай алмайсыз, ақша түскен жағдайда ақшаңыз бұғатта тұрады деген сияқты. Тек Форте, Каспий қайсы банкпен несие шартын рәсімдедіңіз, сол банктың өзінде ғана болады. 3 күннен кейін, ол мерзімнен кейін 14 күн мерзім береді. 14 күн ішінде сіз ай сайынғы төлемді аудармасаңыз, яғни төлемеген жағдайда, бұл жерде назарға алыңыздар, несие шарты бойынша сіз ай сайынғы төлемді уақытылы төлеу керексіз. Уақытылы төлемеген жағдайда үстемақы жүреді. Сол үстемақыны қосып төлейсіз 14 күн ішінде. Егер оны да төлемей созып жүрсеңіздер, уже екінші деңгейлі банктердің барлығынан сіздің банк операциялар жасауға шектеледі. Яғни сіз мысалы үшін басқа банктерде банк шоттарыңыз болуы мүмкін да, ол банктарда да банк операцияларды жасауға тиым қойылады. Бұл бірінші мысал. Екінші мысал, егер сіз несие алсаңыз, тоже дәл мысалда басқа бір тұлғаға қарызыңыз болса, немесе салығыңызды уақытылы төлемей, салық органдарынан, яғни өндіру бойынша шешім шығарылса, немесе басқа да міндеттемелер орындау бойынша
шешім шығарылып, сот орындаушыда іс қозғалған жағдайда сот орындаушының банк шоттарына тыйым салу қаулысы негізінде де сіздің банк шоттарыңыз арестке түседі. Жалпы банк шоттарына арест қойылған жағдайда бізде жеке сот орындаушымен мысал ретінде түсіндірейін, яғни екінші деңгейлі банктердің мысалы түсінікті ғой, ол автоматом өздерінің базасымен жүзеге асырылады. Енді жеке сот орындаушы істі, мысалы үшін банк нотариусқа бараттан атқару парағын шығарады, және сол атқару парағы немесе сотқа барып та атқару парағын шығарса болады. Екеуінің де құқықтық дәрежесі бірдей, екеуі де орындалуға жатады. Одан кейін атқару парағы шығарылғаннан кейін кез келген сот орындаушыға істі қозғатып, мәжбүрлеп өндіріс әрекеттерді жасата алады заң бойынша. Енді сот орындаушы шығарылған атқару парағы бойынша 3 жұмыс күні ішінде оны база арқылы қозғайды. 3 жұмыс күні ішінде база арқылы іс қозғалған сәттен бастап бірінші жасайтын сот орындаушының әрекеті ол, яғни банк шоттарына арест қою және нотариалдық іс әрекеттерді жасауды шектеу. Екеуі қазіргі таңда бірдей жүзеге асырылады. Яғни істі қозғады ма, уже бірінші нотариаттық іс әрекеттер жасау міндетті түрде шектеледі базамен, ешқандай оны прокуратура органдарын санкциялауға қажет етпейді. Екінші, банк шоттарын арест жасау ол міндетті түрде прокуратура органдары тарапынан санкциялануы тиіс болып табылады. Яғни істі қозғалды ма, бүгін деп алайық, бүгін іс қозғалды нотариустар айып етпеңіздер, жеке сот орындаушы тарапынан іс қозғалды. Іс қозғалғаннан кейін ол банк шоттарына тыйым салу туралы база бойынша қаулы шығарады, және сол қаулыны базамен прокуратура органдарына санкциялауға жібереді. Прокуратура органдарды шығарылған қаулы бойынша 3 жұмыс күні ішінде санкция береді. Либо санкция беріп мақұлдайды, немесе санкция беруден отказ жасайды. Бұл жерде в основном шығарған қаулыға байланысты нақты дәлелдемелер, фактілер ескеріледі. 3 жұмыс күн ішінен кейін прокуратура органдары банк шоттан арест қоюды санкциялаған жағдайда жеке сот орындаушыға база бойынша тыйым салуға рұқсат беріледі, және база бойынша борышкердің қандай шоттары бар, барлық шоттарына тыйым салынады. Автоматты түрде барлық шоттарына тыйым салынады. Бірақ заң бойынша кей шоттар бар, ол шоттар тыйым салынуға жатпайды. Енді осы сіздерге нақты мысалдармен айтайын да. Бірінші ол, мысалы үшін, балаларға төленетін алименттер, мүгедектікке байланысты жәрдемақылар, жүктілікке және босануға байланысты төлемдер, одан кейін бала 1,5 жасқа толғанға дейін мемлекет тарапынан түсіп тұратын төлемдер, және де толық көлемде 100% жалақыдан ешқашан өндіру бойынша аресті басып қалуға болмайды. Бірақ ескере кететін жайт, жалпы банк шоттарының бізде түрлері бар да. Жалпы жай шоттар бар, одан кейін ерекше шоттар бар да. Бізде ерекше шоттарға, мысалы үшін, әлеуметтік шоттар жатады. Әлеуметтік шотты біз банкке барып, нақтылап дәлелдеп, сосын ашамыз. Әлеуметтік шоттарға нелер жатады? Мысалы үшін, жоғарыда айтылған алиментке байланысты төлемдер түсетін шоттар, бала күтіміне байланысты жәрдемақы түсетін шоттар, мүгедектікке байланысты жәрдемақы түсетін шоттарды біз әлеуметтік шот нысанында аша аламыз. Ол құқығымыз, азаматтың сондай құқығы бар заң бойынша. Бірақ біз бұл жайтты ескермейміз, барлығымыз және де осыны жәрдемақылар алған кезде жалпы жай қарапайым қандай шотымыз бар, сол шотқа түсуді таңдап жібереміз. Егер сіз жай шот нысанында ашылған шот болып, және де ол жәрдемақы алынатын шот болса, база оны таңдамайды. Автоматтан шот арестке жіберілген кезде барлық арест болады. Бұл жағдайда сіз банкке барасыз, және де алимент алатын, мүгедектік жәрдемақы алатын, немесе жүктілікке, босануға, бала күтіміне байланысты алатын жәрдемақы екендігі туралы анықтама алып, сол анықтаманы алу арқылы сот орындаушыға ұсынасыз, және де солай сіз сол шотты аштырып, ішіндегі ақша бойынша шығару, алу әрекеттерді жасай аласыз. Ал егер ол
автоматтан бастапқыда ашылған кезде әлеуметтік шот нысаны ашылған болса, база бойынша ешқашан ол шоттар арестке түспейді. Соны ескеріңіздер. Келесі, сот орындаушы ең соңғы жерде толық көлемде жалақыдан өндіруге болмайды деп айтып кетейін да. Барлығымызға осы қызық шығар енді. Негізі заң бойынша сот орындаушы қарызды жалақыдан өндіреді. Яғни ол официально ресми түрде жұмыс жасаса, жалақыдан өндіру құқығы бар. Бірақ заң бойынша ешқашан егер жалақыңыз мысалы 200 мың болсын, 300 мың болсын, 100% жалақыдан қарыз сомасын өндіру бойынша басып қала алмайды. Тек қана 50%-ын ғана басып қала алады. Неге? Өйткені басқа сізде қаншалықты қарызыңыз бар болғанымен сіздің жалақыңыз өзіңізге, яғни бытке, тамағыңызға, киіміңізге, бала-шағаңыз болса, бала-шағаңызға керек ақшаның 50%-ы сақталып қалу керек. Бұл система кредит бергенде де сондай жұмыс жасайды. Яғни неге кредит всегда шыға бермейді? Яғни жалақы жұмыс жасасаңыз, жалақыңыздың мөлшерлемесі есептелінеді. Сіздің ай сайынғы кредитке төлеп жатқан ақшаңыз сіздің жалақыңыздың 50%-дан асып кетпеу керек. Өйткені қалған ақшаңыз сіздің өмір сүру қажеттілігіңізге жарап тұру керек. Тыйым салынған сот орындаушының жалақыдағы ақшаны өндіріп алған кезде де әрекеттері сондай 50%-дан артығын өндіру бойынша қаулы шығара алмайды ешқашан. Сосын осыған байланысты тағы бір ерекшелікті айтып кетейін. Бізде инкассовое распоряжение деген бар да. Инкасса деп айтамыз қысқаша. Сот орындаушы егер шотта ақша болған жағдайда сол ақшаны қарыз ақшаны өндіру бойынша инкассалық распоряжение жасай алады. Бірақ егер сол шотыңыз жалақы шоты болған жағдайда, ол шотқа инкассовое распоряжение жасалған болса, сіз өтініш жазып, шотыңыздың жалақы шоты екенін дәлелді негіздемелерді көрсетіп, 50%-ын сақтап қала аласыз. Яғни 50%-ы шотта қалады, ал 50% инкассовое распоряжение жасап, яғни қарыз банктың шотына сот орындаушы тарапынан өндіріліп беріледі. Қазіргі таңда өкінішке орай сот орындаушы тарапынан қателіктер жіберіліп жатыр да, осы инкассовое распоряжение бойынша. Азамат жеке тұлға тарапынан жасалынатын әрекет, если инкассовое распоряжение сол жалақы шотынан болған жағдайда, сіз дереу сот орындаушы оны ескертуіңіз керек, және де сол ескертуіңізге дәлелдемелерді ұсынуыңыз керек. Егер сол дәлелдеме ұсынуыңызға да қарамастан оны толық көлемді аударып жасаса, ол жағдайда оның жасаған іс-әрекеттеріне тиісті құзыретті уәкілетті органдарға шағым жасай отырып, наразылығыңызды білдіре аласыз. Жалпы бізде аресті тоқтатудың жолдары бар. Банк шоттарына қойылатын арест, басқа да аресті сот орындаушының қойған аресттерді ашуға болады. Егер сіздер сот орындаушының қойған арестін немесе соттың шығарған шешімі бойынша, яғни атқару парағы негізінде немесе нотариустың шығарған атқару парағы бойынша арестті жойғыларыңыз келсе, менің қызметіме жүгінсеңіз болады. Мына жерде көрсетілген байланыс номерге хабарлассаңыз, немесе Instagram парақшама жазсаңыздар болады. Заң бойынша, яғни соттың шығарған атқару парағында, нотариустың шығарған атқару парағында жоюдың, бұзудың, деп айтаймыз, мерзімдері бар, негіздемелері бар. Барлық негіздемені заңды түрде көрсетіп ұсынсаңыздар, сіздер бұза аласыздар. Және де егер төлем қабілеттілігіңіз нашар болған жағдайда, қазіргі таңда мейлінше қарапайым халыққа көмек беру мақсатында гуманизм принципін сақтай отырып, заңдар мейлінше азаматқа бағытталған, яғни графикке қойып алсаңыздар да болады. Немесе бізде қазіргі таңда төлем қабілетін қалпына келтіру немесе банкроттық процедурасы бар, жеке тұлғаның сол процедураларында қолдансаңыздар болады. Ол бойынша да менде қызметтер бар. Егер сұрақтарыңыз болса, осы номерге хабарлассаңыздар болады. Алдағы уақытта сіздерге сот орындаушының басқа да қандай мәжбүрлеу іс-әрекеттері бар,
олар бойынша бөлек жеке видео түсіремін. Сізге видео қызықты, пайдалы болса, комментарий жазып, лайктармен қолдап отырсаңыздар. Сау болыңыздар.